Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге Каспи магазин неге бірден Adobe'ін бермейді? Каспи өзіне партнер болуға магазинына, именно пиға емес магазинына, сол жайлы сөйлесіп өтеміз. Ең бірінші себебі, сіз ИП-ны дәл қазір ашқан болсаңыз, онда дәл қазір сізге бермейді. Мысалға, ИП-ны Каспи Gold арқылы аштыңыз, Каспи системасы уже бірден біліп тұрыпты сіздің жаңа кәсіпкер екеніңізді. Жаңа кәсіпкер екеніңізді білдірдіңіз, уже одан кейін сіз бірден Каспи магазинға не жіберіп жатсыз? Заявка беріп жатсыз, ол бірден жаңа кәсіпкерді өткізе қоймайды. Жаңа кәсіпкер мысалға онда тауары жоқ болуы мүмкін, опыты жоқ болуы мүмкін, ол Каспи магазинға көптеген мысалға жұмысты көбейтіп жіберуі мүмкін. Әртүрлі қателіктерді жасап та, басқа жағынан да соған байланысты Каспи Pay береді. Тоқта, мынаны пока сен істетіп тұр Каспи Pay'ді. Кейін жіберіп көрсең болады деген сияқты Каспи Pay'ді уақытынша істетіп тұруға береді. Сіз 3 ай тексерілесіз, негізі Каспи Pay сізде 3 ай тексереді. Бұл қалай айландырады екен ақшаны? Ақшаның историясына қарайды. Бұл шынымен де кәсіпкер болса, қане бұл күнде ақша қанша айландырып жатыр, қанша салып жатыр, қабылдап жатыр, қай жақтардан ақша қабылдап жатыр деген сияқты историяңызды көріп тұрып, одан кейін барып сіз заявка беріп көрсеңіз қабылдайды. Егер бұрыннан істеліп жүрген ИП болса, онда заявкаңызды қабылдауы мүмкін. Бұрыннан істеліп жүрген болса, Каспи магазин арқылы ИП ашпаған болсаңыз, мысалға онда өткізуі мүмкін. 90% жағдайда өткізбеуінің себебі новенький кәсіпкер болсаңыз, сондай болады достар. Adobe'ден шықпайды. Себебі білу керек, о жерде сіз жұмысты көбейтіп жібересіз. Каспи магазинға тіркеле сала, білер-білмес, мысалға мындай тауарларды OLX-қа тауар қосқан сияқты әртүрлі жаңағындай суреттерді жүктей беріп, кейін жұмыс көбейіп кетеді. Соған байланысты бірінші более аккуратный істейтін адамдар екен деп, мысалға кәсіпкер болғаныңызды тексеріп алады да, кейін неге өткізіп береді өзінің системасына. Сөйтіп тексеріп алады Каспи Pay арқылы. Біздер ойлаймыз, бірден ИП ашып тұрып, сразу заявка беріп тұрып, конечно, отказ шығады. Любой адам мысалға өзіне, мысалға қазір бренд болып тұрды Каспи, өзіне қара дақ болып тиюіні қаламайды еш нәрсе мысалға. Қате жасайды бастапқы кәсіпкерлер бастаған уақытта. Сол қатені біздердің сайтымызда болуыны қаламайды олар өзінің сайтында. Сондықтан аккуратный адам болады, значит, ананы жақсы жасағаннан кейін, достар, Каспи Pay'ді жасағаннан кейін, значит, бұл более аккуратный істейтін шығар деп фильтрден өткізіп, кейін неге жібереді? Магазинға қарай жібереді, достар. Соны мән беріп, кейін аккуратный жұмыс істеп, Каспи Pay арқылы кейін заявка беріп көрсеңіздер болады. Бірден Каспи Gold арқылы ИП ашқан болсаңыздар, асықпаңыздар әлі. Сразу жібере қоймайды. Кейін о жерде мынандай болуы мүмкін. Қайта заявка тастай берсек, может быть, мен де білмеймін оны, может быть, мысалға сіз спамға кіріп қалуыңыз мүмкін. Мысалға заявка бере берсе, системаның өзі автоматты түрде неге салып қоюы мүмкін? Спамның ішіне салып қояды. Сіз тарапынан келетін заявкаларды, сол ин номер тарапынан келетін заявкаларды кейін ол қарастырылмайтын болып қалады, достар. Соған мән беріңіздер. Қайта берудің пайдасы жоқ. История тексерілу керек бірінші. Соған мән беріңіздер, Историяны Каспи Pay'ді алдаймын деп, жаңағы жанымыздағы адамдардан қабылдап, о белгілі. О мысалға сіз ақшаны Каспи Gold'қа аударасыз. Кімнен келді? Каспи системаның өзі 100% біліп тұрады, қалай айланып тұр ақшаны. Соның үшін шынымен де Каспи'да сауда жасауымыз керек, Pay арқылы, достар. Соны ұмытпауымыз керек. Одан кейін заявка берсек, міндетті түрде қабылдайды. Өйткені олардың да сіз арқылы пайда көргенін қалайды, және олар да сізден пайда көргеніңізді қалайды. Мысалға, сіздің де олар пайда көргенді қалайды Каспи арқылы. Соның үшін олар жұмыс жасайды, достар. Жақсы, бүгінгі сабағымыз түсінікті болды деген үміттемін, достар. Сау, сәлеметте болыңыздар.